мынау қолөнер несі дейді ғой енді. Мен қызыма осы қолөнердің қазақ қалай пайдаланған, соны бәрін түсіндіргім келіп отыр. Қызым, сен ертең қыз боласың, үлкен апа боласың, сол кезде осының барлығын сен білуің керек. Түсіндің бе? Мынау мысал үшін лентадан жасалынған ненің астына төсейтін мынау құрал. Жайған табақтардың нелердің тартқанда табақтардың астына төсейтін не. Сосын мынау шайнек құмандардың несіне бітетін мынау тоқымадан тоқылған. Бұл жаңа мынау үйдің бойтұмарына жасалған көрнекілік, мынау шайнектің астын. Енді мінекей саған енді мен құрақ көрпенің жапырағын үйретейін деп отырмын. Мінекей бұны да әжең істеді кезінде. Бұл құрақ көрпені деген қазақтың несі өздерінің жаңа тұрмыстары жөнінде көрпені пайдалануға, сондайға құрап осылай көрпелер жасаған. Құрақ көрпені не үшін жасайды? Осылай босағамызда кәдімгі әдемі құралсын, босағамыз аман болсын деген ырыммен осылай құрақ көрпелерді жасаған. Соның мінекей шамалы көрінісі 8 жапырақтың құрағы мынау. Мінекей дайындап қойдым. Осыны енді құраймыз. Машинамыз мынау тігетін. Қиятын қайшымыз міне мынау. Қызым, бәрін тыңдап отырсың ғой. Қазақ деген өзінің өнерімен, өзінің кәдімгі несімен солай күнеткен, күнетісіне пайдаланған. Біз сияқты әжелер осындай балдарының бәрін осындай қолөнерге үйреткен олар. Сол жөнінде мына апайлары тапсырма берген екен әжесіне. Неке қызымызбен екеуміз жұмыс жасап жатырмыз. Сосын не айтуға болады? Мына отырған заттың барлығы осы өзіміздің қолымыздан шыққан. Қазір осыдан біз 8 жапыраққа келетін бүйтіп жапырақ жасаймыз. Гүл жасауға болады. Қызым, мінекей қарап отыр. Бүйтіп гүл жасаймыз. Айғаным, мінекей мен мынаны құрап қойдым. Енді осыны машинамен тіксе, әдемі гүл болып шығады. Енді мінекей 8 жапырақтың басын бастап көрейік. Машинамен тігеміз. Айғаным.